Assalamualaikum, arдақты алаш жұрты, құрметті Ұлы-Көшке мүдделі қауым және Қазақ Арманы партиясының қолдаушылары. Біз Қазақ Арманы партиясының құру туралы өзіміздің ойымызды ортаға салғаннан бері Құдайға тәубе көпшілік қауым қолдап жатыр. Қолдаймыз деген қазақтың санында шек жоқ. Әлеуметтік желілерден байқап отырмыз. Қарсы болып жатқан ешкімді көріп жатқан жоқпыз. Сол үшін ардақты қауым, алаш жұрты, Ұлы-Көшке мүдделі қауым, сіздерге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Бұл қолдау, сөзбен қолдау әрине біздің жігерімізді жанып, үміт жоғымызды үрлеп жатқанын қуана сіздерге айтқымыз келеді. Қолдаудың түрі тек қана сөз болмау керек, іспен де қолдауымыз керек. Істеген не? Істеген біз кеше айттым, осы партияны құрудағы мақсатымызды, алдағы жұмыс жүргізу тәсілдерімізді шет-жағасын айтып түсіндірген болдым. Біз ештеңе жоқ жерден партия құрайық деп жатырмыз, құрметті Ұлы-Көшке мүдделі қауым. Офис жоқ, ақша жоқ, көлік жоқ, тек қана қажеттілік бар. Біз партия құрмасақ болмайды деген қажеттілік бар. Өйткені оның сәті, сағаты, уақыты келіп жетті. Егер біз ел болып, жұрт болып, бір жұдырық болып, жұмылып бір жерден үнімізді шығармасақ, Ұлы-Көш тоқтап қалу қауіп алдында тұр. Тоқтап қалайын деп тұр. Тоқтап қалды деген сөз Ұлы-Көш тоқтасын, шеттен қазақ келмесін деп ешкім айтпайды. Дуылдатып айта береді. Ойбай, біз көші-қон саясаты деп айтып жатады. Бірақ оның заңнамалары дұрыс болмаса, оның бағдарламалары дұрыс болмаса, оның құқықтық актілері дұрыс болмаса, ол көші өздігінен тоқтап қалады. Соңғы 15 жылдағы тәжірибе соны көрсетті. Өздеріңіз әбден көрдіңіздер, құрметті қандастар. Дертін әбден тарттыңыздар. Әлі күнге дейін соның дертін тартып жатқан азаматтар бар. Кетіп қалып келе алмай жатқан, үйірден бөлініп қалған қазақтар қаншама. Мен сіздерге айтайын. Мен кеше бір ақпаратты сіздерге айтуым керек еді, жаңағы. Қазір қолымда дайын болмай қалды. Келесі бір нелерді айтатынмын. Немесе айтып жіберуге де болады екен қазір, тұра тұрыңыздар. Көші-қонның құқықтық актілері, заңдары дұрыс болмаса, көш тоқтап қалады. Заңдарды қандастарымыздан құжаттану мәселесін қиындататын тәсілдерді біз байқадық. Сотталмады деген анықтама келді, тіркеуден шығып келді, тағы сол сияқты. Мысалы, соның біреуі мынау әкімшілік құқық бұзғаны үшін депорт етіп, шетелге келген еліне шығарып жіберетін норма бар болатын көші-қонның заңында. Визаңызды уақыт өтіп кетсе, немесе уақытында тіркеле алмай қалсаңыз, сондай бір қиындықтарға тап болып, сол уақытын өткізіп алсаңыз, сізді әкімшілік соттың шешімімен 5 жыл келе алмайтын етіп шығарып жіберетін заңда норма бар болатын. Мысалы, 2015 жылы дәл осы нормамен 307 этникалық қазақ келген еліне шығарып жіберілді. Бұна нақты ақпарат. 2015 жылы. Ал 2016 жылы 199 қазақ шетелге шығып кетті. Соның отбасы қалып қалған болуы мүмкін, осы жақта туысқандар қалып қалған болуы мүмкін. Осындай нормаларды кіргізіп қояды, сол қиындатқан сайын қиындатып, ақырындап барып көші өздігінен табиғи түрде тоқтап қалады. Қарасаң, ұран жақсы, келіңдер деп жатады. Сондай сұрқия адамдар бар біздің билікте. Мен сіздерге оны ашып айтайын. Сол сұрқияның біреуі Мұрт болатын, Кәрім Мәсім. Сондай сұрқияның біреуі Құлыбаев. Тағы енді сондай сұрқиядан екеуі қазір Ақордада отыр. Ақешкі мен Көктеке. Құдайға шүкір, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың пәрменімен осы шетелге шығарып жіберетін норманы біз этникалық қазақтар мен қандастарға қолданылмайтын етіп шештік. Енді сол көші-қонның қиындап қандастарымыздың келуін қиындатайын деген пиғылды байқағаннан кейін біз амал жоқ, осы партия құрып, Қазақ Арманы деген көп болып, өз үнімізді билікке жеткізу, көші-қонды президенттің
алға қойған мақсаттарының деңгейінде жүргізуге талпынып жатырмыз. Әрине біз бастадық қолдау сіздерден. Енді бүгін мен сіздерге мынандай бір тапсырма деп айтсам да болады, әйтпесе өзімнің өтініштерімді айтқым келіп отыр. Мен осы каналды ашқалы бір айдан асып қалды. 20-ның үстінде видео жүктеп, шамам жеткенше осы заңнамаларды партия құрудың қажеттілігін түсіндіріп жатырмын. Бірақ жазылым әлі 3000 адамға жетпей жатыр каналдың. Бұл канал не үшін керек? Мен күнде шығып телевизорға сөйлей алмаймын. Телевизордан маған ондай орын жоқ. Айына бір рет болса да бұрын шығып тұратынбыз, шақыратын. Қазір мүлде оның бәрі жоқ болды. Радиода да солай. Сондықтан осы каналды ашуға мәжбүр болғанбыз. Бір жағынан бұл жақсы болды. Бұл канал, жаңағы Ұлы-Көш медиа деген канал, партияның құрушыларымен осы партияға мүдделі қауым, Ұлы-Көшке мүдделі қауым, партияға қолдайтын қауыммен күнделікті сөйлесіп отыратын біздің ақпарат құралымыз, байланыс құралымыз осы. Сондықтан бұның маңызын жете түсініп, алдағы мен бір 4-5 күн ба, бір апта уақыт берейін сіздерге, құрметті Ұлы-Көшке мүдделі қауым. Тынбай жазылыңыздар мынаған. Қазір партия құруға қажетті адамның саны 20 000. Әзір қолданыстағы заң бойынша. Біз алдында 1000 адамның тізімдігін жасап, 1000 адамның қолын қойдырып, жиып алып, соның тағы 10 адамды қосып, мынау партия құруға бастамашы топ деген әділет министрлігіне өткізуіміз керек, министрлігіне. Әзір сол әрең 2-2 мың адам болса, ол партияда туралы елдің мәліметі болмаса, ол қалай партия болады? Сондықтан сіздер осының мән мағынасын тереңірек түсіне отырып, құрметті Ұлы-Көшке мүдделі қауым, ардақты алаш жұрты, тынбай бөлісіп, мынау жазылымын кемінде 30 000, 40 000-ға бір аптаның ішінде жеткізейік. Біздің бір апталық уақытымызды осыған бермесек, біз ол шығып алып ауылдарды аралағанымызбен ел хабар таппаса, онда біздің жүрген жолымызда, уақытымызда зая кетпек, селге кетпекші. Сондықтан бірінші кезекте біз Ұлы-Көш медиа деген ютубтағы осы каналымызды, немесе парақшамыздың жазылу санын аз болғанда 30 000 адамға жеткізуіміз керек. Сонда барып біз 20 000 адамды жия аламыз, 20 000 адамның қолын топтай аламыз. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан бүгінгі, мен енді көп сөйлеп созбай қояйын, осы бүгінгі сіздерге өтініш, егер алаш жұрты, құрметті Ұлы-Көшке мүдделі қауым, сіздер Қазақ арманы партиясын қолдаймыз, осы арқылы шетте қандастарымызға көмектесеміз, көші-қонды өз деңгейінде жүргізуге ықпал етеміз деген адал, ұлы мақсаттарыңыз болса, онда мынау каналдың жазылу санын көбейтіңіздер. Жазылым саны көп болса, біздің жаңағы құрған қорымызға да салымшылар көп болады деп мен есептеймін. Міне бүгін енді 1-2 күн болды ғой, енді оның мән мағынасын түсініп жетпей жатқан шығарсыздар мүмкін. Келесі видеоларымызда айтатын боламыз. Ол жөнінде қор туралы арнайы. Шамаларыңыз келгенше қорға көмектесіңіздер. Біз енді жаяу жүріп жұмыс істей алмаймыз ғой. Бүкіл облысты аралауымыз керек. Ол 20 000 адам, немесе егер заң өзгеріп жатса 5 000 адамға түседі. Оның бәрі тек қана Алматы облысынан, Шығыс Қазақстаннан болмау керек. Байтақ Қазақстанның барлық облыстарынан болу керек. Сол үшін біз батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік, орталық облыстардың бәрін аралауға тура келеді. Енді оны біз қалай жаяу аралаймыз? Сондықтан құрметті ағайын, бірінші кезекте каналдың саға жазылушылардың саны көбею керек. Осыған көмектесулеріңізді сұраймын. Құрметпен, Ауыт Мұқибек.